Ассалаумағалейкум қазақтар, қалдарыңыз қалай бауырлар? Жаңалықтарды естіп жатсыздар, көріп жатсыздар. Небір жаңалықтар болып отыр күннен күнге. Қырғын сүргін заман болып отыр, байқадыңыздар ма? Жан-жақта болып отқан соғыс жайлы айтып жатырмын. Бекерден бекер басталған соғыстар көбісі, құрыдан құры. Қаншама өліп отқан бала, қаңғып кеткен әйел адам. Бір үйдің бастығы болып отқан жігіттер өлі күйінде келіп жатыр. Келіп жатқаны бар, келмей жатқаны бар. Сол жайлы айтқым келген ғой. Сол дүние енді бүкіл әлем бойынша отыр. Қазір қарасаң, мысалы Индия мен Пәкістан кішкене арасында әңгіме болды. Орыс пен украиндар қырылысып жатыр. Енді мынау Америка деген айырып жатыр негізі. Қалай ойлайсыздар, бұл жақсылыққа апарады деп ойлайсыздар ма? Жақсылыққа апармайды деп ойлаймын өз басым. Қазір біреулер айтады, өзімен кетсін деп. Өзімен кетсін деп бәріміз тілейміз. Бірақ жылдардың жылдары, күндердің күндері біздің есікті қағып келмеске кім кепіл? Қарап тұрсаң, тып-тыныш жатқан Венесуэланы да сөйтті. Өздері соғыс ашқан жоқ, барды президентін алып кетті. Бір жаққа жақсы қасиетін Трамптың тек қана президенттерін алып кетеді екен. Президенттерге әуес екен де, былай қарасаң. Иранның да президентін сразу өлтіріп тастады. Бұл жерде, былайша айтқанда, жас балаларды, бала шағаны ойлап тұрған ешқайсы жоқ. Бұл сөзімен не айтқым келіп тұрмын? Бізге де мына еркектер қауымы, бауырларым, бізде құр жүрмей, көп нәрсеге дайын болуымыз керекпіз. Қай жағынан болмасын. Бір Құдай біледі, Құдай сақтасын деген сөз бар. Білеміз. Әйел адамдар ондай нәрсені көп ойлауы мүмкін. Бірақ біз еркектер, бауырлар, әр нәрсеге дайын болуымыз керек. Аяқ асты жаңағындай есігіңді қағып кеп кіріп кетуі мүмкін да. Ешкім ештеңе істей алады. Ұйықтап жатпайық дегенім ғой. Кез келген нәрсеге дайын болуымыз керек. Артақта Иран деген тиіп тұрған жер ғой бізге. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ойларыңыз жазып отырсаңыздар. Бізге есік қағып келе ме, келмей ме, қалай ойлайсыздар?